Балалар, бізде қазір математика сабағы. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу. Сабақтың мақсаты екі таңбалы, үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Балалар, барлығымыз оқулығымыздың 57-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Кәне балалар, бұл жерде бізге 69 бен 3-ті бөлу керек екен, бұл есептеуді түсіндіріп көрейік. 69 санын разрядтық қосылғыштар қосындысының түрінде жазып алам, яғни 60 пен 9-ның қосындысы. Оны бөлемін 3-ке. Яғни 60-ты 3-ке 1 бөліп алам, 9-ды 3-ке 1 бөледі екем, Енді 60-ты 3-ке бөлсем 20, 9-ды 3-ке бөлсем 3, мәні 29. Балалар, бұлай бөлген бізге ыңғайлы ма? Жоқ, ыңғайсыз, балалар, ұзынан ұзақ. Ендеше балалар, бөлуді қалай орындайды екенбіз? Дұрыс айтасыңдар. Баған түрінде бөлу бізге өте ыңғайлы. Яғни, екі таңбалы сандарды бөлуді баған түрінде жазып есептеген өте ыңғайлы. Онда бұрыштап жазу қолданылады. Бөлу үлкен разрядтан, ондықтан немесе жүздіктен бастап орындалады. Яғни біз бұрыштап бөледі екенбіз балалар, қарап тұрсаңдар. Және бөлуді жаңағы бірінші тұрған не жүздіктен, не ондықтан бастап бөлеміз, Ендеше 86 санын 2-ге бөлейік. Міне, бұрыштап баған түрінде бөліп алдық. Бөлгіш 86, бөлінгіш 2, бірінші толымсыз бөлінгіш 8 ондық, бөліндінің мәнінде 2 цифр болады. Ондық бірлік, яғни бұл жерде ондық бірлік 2 цифр тұр, бөлінгіш 86-да. Яғни ондықтарды бөлемін бірінші, 8-ді бөлемін 2-ге. Қанша болады? Дұрыс айтасыңдар, 4 болады. Яғни оны бұрыштап жазған, баған түрінде жазылған жаңағы 2-нің астына жазады екем, бөлгіштің астына. 4, енді тексеремін. 4 пен 2-ні көбейтемін, 8, оны ондықтың астына апарып жазамын, 8-дің астына. 8-ден 8-ді азайтсам, 0, Жақсы, енді бірлікке келді кезек. Яғни 6-ны бөлемін 2-ге, мәні 3 болады. Оны қайда жазамын? Оны жаңағы 6-ның астына жазамын, 6-ны түсірем да, соның астына жазамын. Яғни тексеремін, 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6. 6-дан 6-ны азайтамын, 0. Енді бірлігімде толық бөлінді. Жауабы 43 шығады балалар. Мұқият қарай қойыңдар. Енді балалар түсінікті болса, оқу тапсырмаларына назар аударайық. Бүгінгі күн атауын жазамыз. 11-ші ақпан. 11 цифрын барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып бітсек, бірінші оқу тапсырмасына қарайық. Бұл сендердің оқулықтарының 58-ші бетіндегі 3-ші тапсырманың А сының 2-ші және 3-ші бағаны шығарасыңдар балалар. 2-ші, 3-ші бағанын. Ал 1-ші бағаны сендерге үлгі ретінде берілген. Балалар, бұл өрнектерді қалай шығарады екенбіз? Баған түрінде шығарамыз, міндетті түрде. Және көбейтуді бөлумен, бөлуді көбейтумен тексереді екенбіз, Яғни бұл жерде бөлулер берілген. Оны көбейтумен міндетті түрде тексеруіміз керек. Кәне көрейік, 84-ті бөлу керек 2-ге дейді. Бұрыштап жазып аламын баған түрінде. Енді ондықтан бастап бөлемін. 8-ді бөлемін 2-ге. Мәні 4. Бұрыштағанның жаңағы бөлгіштің астына жазамын. 4, 2, 8. Ондықтың астына апарып жазамын. Себебі мен ондыққа бөліп жатырмын. 8-ден 8-ді азайтам, 0. Енді осы бірліктен бөліп жатқандығымнан бірлікті түсіріп алам. Бірлікті түсірем, енді 4 бірлік, түскен саны жоғарыдан. Енді оны бөлемін 2-ге.
яғни 2 шығады. Оны жаңағы 4-тің қасына апарып жазамын. Енді тексеремін. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4. 4-тен 4-ті алсам 0, мәні 42 шығады. Енді бөлуді көбейтумен тексеремін. 42-ні көбейтеді екенмін 2-ге. Бірлігінің астына бірлігін жазамын. Көбейткен кезде балалар біз бірліктен бастап көбейтеміз, астын сызамын қарындашпен. Енді көбейтемін. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4, 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. Яғни бұл жаңағы өрнек дұрыс екен. Енді 69 бен 3-ті бөлу керек екен. Жаңағы бөлген кезде ондықтан бастап бөлем. 6-ны бөлемін 3-ке 2 жазамын бұрыштаған бағанның астына. Тексеремін. 2 3 6. 6-дан 6-ны азайтамын 0. Енді 9-ды түсіремін. Кезек бірлікке келді. 9-ды 3-ке бөлемін 3. 3 пен 3-ті көбейтем 9. Тексеремін. 9-дан 9-ды азайтсам 0. Мәні 23 шықты. Енді балалар 23-ті 3-ке көбейтіп тексеремін. Көбейту бірліктен басталып көбейтіледі. 23-ті көбейтемін 3-ке. 3 3-ім 9. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Мәні 69. Бұл өрнекте дұрыс екен. Міне балалар, осы үлгіге қарай отырып, сендер қалған 2-ші және 3-ші бағанды шығарасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы балалар, ендеше 2-ші оқу тапсырмасына назар аударайық. Бұл оқулықтың 58-ші бетіндегі нөмірі 4-ші тапсырманың асы мәтін есеп. Балалар, мәтін есептің қысқаша шарты құрылып тұр. Сендер шешуі мен жауабын толық жазасыңдар, Жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әрқайсысында 32 жолаушыдан, ал 2 вагонның әрқайсысында 24 жолаушыдан бар. Пойызда барлығы қанша жолаушы бар? Яғни балалар, не істейміз? Үшінші вагондағыны тауып аламыз, одан кейін 2-ші вагондағы жолаушылар тауып аламыз да, барлығын тауып үшін не істейміз? Дұрыс айтасыңдар. Неше амалмен шығады? Дұрыс айтасыңдар, 3 амалмен шығады, балалар? Тамаша, шешуі мен жауабын толық жазамыз, балалар, ұмытпаймыз. Жақсы балалар, ендеше 3-ші оқу тапсырмасына назар аударыңдар. Бұл оқулықтарыңның 58-ші бетіндегі нөмірі 6-шы тапсырма. Бұл жерде балалар көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте дейді. Яғни сендерге бірінші өрнектеліп үлгі ретінде беріліп тұр. Сендер қалған 3 өлшем бірлікті өрнектеп жазасыңдар. Яғни 476 миллиметрде неше дециметр, неше сантиметр, неше миллиметр бар екен анықтау керек, өрнектеу керек. Яғни 4 дециметр, 7 сантиметр, 6 миллиметр деп өрнектедік. Қалған үшеуін өз беттерінше шығарасыңдар. Келістік пе балалар? Тамаша, ендеше сабағымыздың соңында математика сабағына кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Үшлеп белгісін жазғандарын, маған бәрі түсінікті болды дегендерін. Бірлеп белгісін, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, көмекті қажет етемін дегендерін. Жақсы балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.